Адам қоғамның бір бөлігі болып табылады. Әр адам өз өмірін отбасынан бастайды. Қоғам адамдардың бірлескен өмірінен құралады. Бала өзін қоғам мүшесі ретінде таниды. Отбасы қоғамның ең кіші бөлігі болып саналады. Отбасында адамдар бір-біріне қамқорлық жасайды. Балалар алғашқы тәрбиені отбасында алады. Отбасы қоғамның негізін қалайды. Сондықтан отбасы маңызды орын алады. Мектеп білім беретін маңызды орын. Мұнда балалар жаңа білім алады. Мұғалімдер оқушыларды оқытады және тәрбиелейді. Білім қоғамның дамуына әсер етеді. Сондықтан мектептің рөлі зор. Сыныпта оқушылар бірге білім алады. Олар бір-бірімен қарым-қатынас жасайды. Тапсырмаларды бірігіп орындайды. Қарым-қатынас мәдениеті қалыптасады. Бұл қоғамның маңызды белгісі. Балалар бірге ойнайды және демалады. Ойын арқылы олар достасады. Достық қарым-қатынасты нығайтады. Бірге уақыт өткізу маңызды. Бұл қоғамның бірлігін көрсетеді. Әр адам белгілі бір мамандық иесі болады. Мамандық қоғамға қызмет етуге бағытталған. Дәрігер адамдарды емдейді. Бұл маңызды және жауапты жұмыс. Қоғамда әр маман қажет. Мұғалім білім береді және тәрбиелейді. Білім қоғам дамуының негізі. Балалар білім арқылы өседі. Олар болашақта қоғамды дамытады. Сондықтан білім өте маңызды. Құрылысшылар үйлер мен ғимараттар салады. Бұл қоғам үшін қажет. Еңбек маңызды құндылық. Адамдар еңбек арқылы өмір сүреді. Қоғам еңбекпен дамиды. Қоғамда белгілі бір ережелер бар. Барлық адамдар осы ережелерді сақтауы тиіс. Бұл қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Тәртіп маңызды ұғым. Ережелер қоғамды реттейді. Қоғамда тазалық сақтау қажет. Әр адам қоршаған ортаны қорғауы тиіс. Қоқысты арнайы орынға тастау керек. Бұл мәдениеттілікті көрсетеді. Тазалық денсаулық кепілі. Қоғамда адамдар бір-біріне көмектеседі. Үлкендерді құрметтеу маңызды. Көмек көрсету жақсы қасиет. Бұл сыйластықты арттырады. Қоғам мейірімділікпен дамиды. Кітап білімнің негізгі көзі. Оқу арқылы адам дамиды. Білімді адам қоғамға пайдалы болады. Оқу маңызды әрекет. Білім қоғамда алға жетелейді. Адамдар бірге жұмыс істейді. Ұжымдық жұмыс маңызды. Бірлік қоғамның күші. Адамдар бір-біріне көмектеседі. Бұл табысқа жеткізеді. Денсаулық адамның басты байлығы. Спортпен айналысу пайдалы. Бұл денені шынықтырады. Салауатты өмір салты маңызды. Денсаулық қоғам үшін қажет. Қоғамда дәстүрлер мен мерекелер бар. Олар адамдарды біріктіреді. Мәдениет ұрпақтан ұрпаққа беріледі. Дәстүрлер маңызды рөл атқарады. Бұл қоғамның ерекшелігін көрсетеді. Табиғат адамның өмір сүру ортасы. Қоғам табиғатпен тығыз байланысты. Табиғатты қорғау қажет. Бұл әр адамның міндеті. Табиғат ортақ байлық болып табылады. Қоғамда экономикалық қатынастар болады. Адамдар тауарлар мен қызметтерді пайдаланады. Сауда қажетті әрекет. Бұл адамдардың сұранысын қанағаттандырады. Экономика қоғамды қамтамасыз етеді. Әр адамның өз пікірі бар. Қоғамда пікір айту маңызды. Барлық адамдар тең құқыққа ие. Бұл демократияның белгісі. Әр пікір құрметтелуі тиіс. Қоғам әр түрлі адамдардан тұрады. Әр адам ерекше болады. Барлығы тең құқыққа ие. Бірлік пен татулық маңызды. Бұл бейбіт өмірдің негізі. Балалар қоғамның болашағы. Әр бала маңызды рөл атқарады. Олар білім алып өседі. Болашақта елді дамытады. Қоғамның болашағы жарқын болады. Осымен балалар сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.